Жетісайлық полицейлер автокөлік тонаған ұрыны ұстады. Ол жол жиегінде бұзылып тұрған көліктен автомагнитолясы мен қымбат иіс суда, сондай-ақ 20 мың теңге ақша ұрлаған. Жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі шамамен 200 мың теңгеден асады. Көліктің ішін қарау кезінде күдіктіге тиесілі ұялы телефон табылып, дәлелдеме ретінде алынған. Соның нәтижесінде келесі күні ақ сезіктінің жеке басы анықталып, полицияға жеткізілген. Ол жәбірленушінің танысы болып шықты. Оңай жолмен ақша табуды ойлаған күдікті түнгі уақытта көліктің қараусыз тұрғанын, көшеде ешкім жоқтығын пайдаланған. Ол өзінің мас халде болғанын айтып ақталып отыр. Жетісай аудандық полиция бөліміне Жетісай ауданының жергілікті тұрғыны арызданған болатын. Ол өзінің арызында өзіне тиесілі Opel Astra автокөлігін белгісіз азаматтар тонап, өзіне 200 мың теңге шығын келтірілгені туралы көрсеткен болатын. Аталған жайт бойынша Жетісай ауданының полиция бөлімінде ұрлық, яғни Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 188 бабы бойынша тергеу амалдары өз бастауын алған. Жетісай ауданы полиция бөлімінің тергеу бөлімшесінің білікті тергеушілерінің нәтижелі жұмысының арқасында күдікті адам анықталып, қазіргі таңда тергеу амалдары өз жалғасын табуда.